Сонымен асқазан қатерлі ісігін қалай емдейміз? Асқазан қатерлі ісігін емдеудің 5 жолы бар. Біріншісі хирургиялық операция, екіншісі химиотерапия, үшіншісі сәулелік терапия, төртіншісі нысаналы терапия, ал бесіншісі иммундық терапия. Онколог ретінде мен асқазан қатерлі ісігін 3 түрге бөлемін. Біріншісі ерте кезеңдегі асқазан қатерлі ісігі. Ол асқазанның үстіңгі қабаттарымен ғана шектеледі. Екіншісі дамыған асқазан қатерлі ісігі. Ол тереңірек өскен немесе лимфа түйіндеріне таралған. Үшіншісі асқазаннан тыс басқа ағзаларға, мысалы бауырға, өкпеге, сүйектерге немесе құрсақ қуысына таралған асқазан қатерлі ісігі. Асқазанның үстіңгі қабаттарымен ғана шектелген ерте кезеңдегі қатерлі ісікті емдеу үшін бұл ісіктерді тек эндоскопия арқылы емдеуге болады. Уақытылы дұрыс тексеру жүргізіп, бұл ісіктерді ерте анықтасақ, оларды эндоскопиялық әдістермен алып тастап, үлкен операциялардан аулақ бола аламыз. Асқазанға тереңірек өскен немесе лимфа түйіндеріне таралған қатерлі ісіктерге көп салалы ем қажет болуы мүмкін. Көп салалы ем дегеніміз алдымен бірнеше цикл химиотерапия жүргізіп, содан кейін ота жасаймыз. Әрі қарай қалған химиотерапия циклдарын аяқтаймыз. Бауырға, өкпеге, сүйектерге немесе құрсақ қуысына таралған ісіктерге де химиотерапия, нысаналы терапия немесе иммунотерапия қажет болуы мүмкін. Асқазан қатерлі ісігіне жасалатын ота ашық түрде де, немесе лапароскопия нейророботтық әдістер арқылы тесіктен кілт-тесік жасалуы мүмкін. Асқазан қатерлі ісігіне жасалатын ота ісіктің орналасуына және асқазан бөліміне байланысты болады. Бұл жағдайда асқазанның бір бөлігін немесе толықтай алып тастау қажет болуы мүмкін. Ота кезінде ісік таралуы мүмкін лимфа түйіндерімен бірге алып тасталады. Ісік пен лимфа түйіндері алынғаннан кейін ас қорыту жолын қайта құрастыру қажет болады. Яғни тағамның еркін өтуі үшін аш ішектің белгілі бір бөліктерін қосып тігу жүргізіледі.